Сәлеметсіздер ме? 10 сыныптың қазақ әдебиетіне Шыңғыс Айтматовтың алғашқы ұстаз шығармасына Алтынайдың жеңгесінің қасиеттерін дұрыс табуға мынандай ойын құрастырдым. Астыңғы жақта көп әртүрлі қасиеттер жазылады. Осының ішінен осы адамға тән қасиетті балалар теру керек. Мысалы, тасбауырлық, мейірімсіздік, пайдакүнемдік, қатыгездік, надандық, қараңғылық дегенді сол кісіге келеді. Ашкөздік, ешкішілдік. Осылай бәрін дұрыс орындаса, осындай керемет шығарманы оқыдым жарайсың деген сөз шығады. Рахмет тыңдағандарыңызға.